Ассаламу қадірмен көрімін, шұқылай арнасын көріп атсыздар. Бүгін бізде ремонтқа келіп түскен телефон LG K8 2016 болу керек, жаңылыспасам. Бұл телефонға байланысты бізде видео негізі бар тұғын, бірақ ол жерде біз флешка саласын, осындай деген сияқты нәрселермен көрсеткенбіз. Бұл жерде біз дереу интернетке кіру арқылы интернеттен керекті файлдарды жүктеп, скачать етіп, сонымен Google аккаунт ашу жолын көрсететін боламыз. Некенерде бізде Google аккаунт қолданып қалған, далее деген ары қарай өткізбейді. Біз артқа қайтамыз. Артқа қайтқан соң добавить сеть дегенге басамыз да. Кез келген бір символды жазамыз, үстінен басып тұрамыз. 3 нүктеге басасыздар. Показывать подсказки. Google кіріп кетеді. Мына жерде нет да деп шығуы мүмкін. Нет деген басасыздар. Және поисққа CH деп жазсақ Chrome шығады. Wi-Fi-ға қосып алған болуларыңыз керек. Интернет керек болады бізге. Google Chrome'ды таңдаймыз. Yerden продолжить, пропустить. Поиска. Адром мінекей. Enter'ді басамыз. Интернетіміз дұрыс істемей тұр біздің. Кеңіздер бүйтсек. Басқа Wi-Fi-ға қосып көреміз қазір. Артқа қайтамыз. Добавить сеть. 3 нүкте. Показывает подсказки. Chrome. Мінекі дереу шыға қойды. Bypass Google аккаунт 2023 Adrom. Бұл жерден нет дей салайық. Және төменгі кішкене түсеміз. Бұл жерде бізге керек болатын 2 файл. Android 6Gam APK үстіне басамыз. Көкіне жүреді. Разрешение. Разрешить. Окей. Астына кішкене түсеміз. FRP Bypass реклама шықпаса бір рет артқа қайтамыз. Окей, скачать етесің ба дейді. Окей. Енді открыть таңдай саламыз. Открыть басқан соң дереу шыға қойды. Үстіне басып көреміз. 6Gam. Настройки. Неизвестный источникті қосамыз. Окей. Артқа қайтамыз. 6Gam. Установить. Принять. Готово. FRP Bypass APK установить. Открыть. Жоғары оң жақ 3 нүктеге. Вход в браузер. Окей. Жерде телефон деген жерге өзіміздің қолданып жүрген Google аккаунтты жазамыз. Дален басамыз. Және жерге пароль жазамыз. Өздеріңіз парольдеріңізді енгізесіздер. Мінекі пароль жазылды. Далее. Артқа қайтарып жібереді. Осы жерден біз настройкаға кіріп қарап көрсек болады. Open settings. Аккаунты. Және де біздің жазған аккаунтымыз тұрады қазір. Телефон мінекі 6-шы Android версиясы. 240
iPhone LG K8. Енді осы жерден біз не істейміз? Телефонды бір рет өшіріп қосамыз. Перезапуск, окей. Телефонды өшіріп қосылған соң жалғастырамыз, егер қаласаңыздар. Осылай тұра берсін онда. Клиенттер шалықтып қалды. Мінекі привет, строка, пропустить. Подключение болсын, өз автоматты түрде кетеді, көрдіңіздер ғой, Аккаунт добавлен. Далее. Енді ары қарай ол оңайлау енді. LG ретро телефондар олар. Енді бұл телефоны көп адам сұрамайтын шығар, бірақ контент болсын деп видеоны түсіріп жатырмыз. Телефон біреу кісілерге көмегіміз тиіп қалар. Қатты ойланып кетті ғой деймін. Мына жерден несі частяны таңдаймыз, защитаны опустаемся, пропустить, окей. Не восстанавливать. Далее. Телефон бізде дайын. Настройкаға кіреміз. Аккаунт, Google. Мұны өшіріп тастаймыз. Егер телефон өзіңіздікі болса, осылай қалдырасыз. Егер бұл бізге клиенттікі болған соң біз аккаунтымызды қалдырмаймыз ішіне. Телефон дайын. Егер видеоны бағамызды міндетті түрде каналға тіркелеміз.